1912 жылы 12 қаңтарда Жетісу губерниясының Верный қаласында Минли Ахмет және Зәуре Қонаевтардың отбасында үшінші баламен алғашқы ұлы Дінмұхамед дүниеге келді. Дінмұхамед Чернышевский атындағы номер 19 мектепте оқыған. 4 сыныпты бітіргеннен кейін Қонаев Алматыдағы қазіргі кондитерлік фабрикасының аумағында орналасқан номер 14 9 сыныптық мектепке ауысады. 1931 жылдың жазында Дінмұхамед Қонаев Мәскеу институтының Тау-Кен факультетіне оқуға түсірін КСРО-ның астанасына комсомол жолдамасын алады. Мәскеуге қазақ жерлестерінің көшбасшыларының бірі болып тоқтайды. Қонаевтың туған туыстарының естеліктері бойынша бұл жылдар жас жігіттің өмірбаянында оңай болған жоқ. Студенттік стипендия күніне 3 рет тамақтануға және киім-кешек сатып алуға ғана жеткілікті болды. Көмекті үйден күтуге тура келмеді, себебі институтта оқу кезеңі республика мен елдің өміріндегі қиын кезең, мәжбүрлеп ұжымдастыру кезеңіне сәйкес келді. 1936 жылы дипломын үздік қорғап, Дінмұхамед Қонаев оқуын аяқтап, кен орындары пайдалану жөніндегі Тау-Кен инженері біліктілігін алады. Қонаев еске түсіргендей, 1937-38 жылдардың қуғын-сүргін нәтижесінде Кеніш пен Балқаш басшыларының, сондай-ақ білікті мамандардың көп бөлігі жазықсыз тұтқындалып сотталған болатын. Алматыда алғашқы еңбек демалысында жүрген кезде Дінмұхамед Қонаев сол кездегі совхоздар халық комиссариатының есепшісі болып жұмыс істеген өзінің болашақ жары Зухра Яловамен танысады. В сентябре 1939 года Кунаев получил указание выехать в Алма-Ату в распоряжении ЦК. В апреле 1942 года Кунаев вызывается первым секретарем Скворцовым в распоряжении ЦК КПК для получения нового назначения на пост заместителя председателя Совета народных комиссаров КАС СССР. На своей первой серьезной политической должности Кунаев проработал порядка 10 лет. Кунаев стал самым молодым руководителем высшего звена республики в те годы. Позднее он был назначен на должность президента Академии наук Казахской ССР. Под его руководством на этом посту были проведены актуальные мероприятия по улучшению научной деятельности институтов, укреплению их кадрами, усилению связи науки с производством. 31 марта 1955 года Динмухамед Кунаев назначается на должность председателя Совета министров Казахской ССР, а в январе 60-го первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. Из-за разногласий с главой ЦК КПСС Хрущевым в декабре 1962 года Кунаев был смещен с должности руководителя республики, однако вернулся на этот пост обратно через 2 года. Он внес значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Казахстана. При нем высокого уровня достигло горно-рудное производство республики. Сформировались новые производственные регионы Казахстана. Строились новые города и населенные пункты. А также начали работать Павлодарско-Кибастузский топливно-энергетический комплекс, Карагандинская ГРЭС-2, Буктурминская ГЭС, Павлодарский тракторный завод и многие другие промышленные предприятия. При нем в 1977-1982 году был опубликован фундаментальный пятитомный научный труд по истории Казахстана на казахском и русском языках. Кунаев предпринимал действенные меры по сохранению сложившихся территориальных границ республики и ее целостности. Вернул в состав Казахстана хлопководческий район на юге, отданный Узбекистану. Выступал против инициатив из Москвы по созданию немецкой автономии в Казахстане, передаче Мангостау Туркменистану. За годы его руководства столица республики, город Алматы, тогда Алма-Ата, превратилась в высокоразвитый промышленный, культурный и научный центр. Были построены дворец республики, Казгуград, спорткомплекс Медеу и многое другое. Thanks to his actions, we are now living under the open sky in our historical homeland. In 1964, he became the leader of Kazakh SSR, after which he began to change the life of Kazakhs for the better. The abolition of the notion of separating the party into rural and industrial portions became one of the main steps in order to execute reforms in Kazakhstan. Furthermore, the southern halls were replaced with ministries once more. In 1965, there was a noticeable increase in the population's level of life. 450,000 individuals in Kazakhstan received homes that year, when compared to 1958, the average wage grew by 28%. Muhammad Kunaev visited a variety of places during their harvest time in 1965, when a lot of effort was being done to collect grain. The Republic of Kazakhstan was able to sell more than 1 billion pounds of bread to the state as a consequence of effort done. The Republic of Kazakhstan now established itself as a strong and successful state with a socially oriented market economy and democratic ideals underpinning its growth. At the same time, there comes a point in its history when it's required to grasp the previous stage and select where to go next, a stage of self-identification or self-awareness.
that determines what Kazakhstan society is today and what it will be tomorrow. Such self-identification would surely require researchers understanding the roles of previous and contemporary Kazakh leaders, and especially the personality of Dinmuhamed Ahmedovich Kunaev as an extraordinary political figure who made contribution to Kazakhstan's state building. Елге деген тілегіңізді айта кетіңіз енді осы Ал елге мен тілегім елдің қайтатынымен, елдің тұрмысы жақсы болсын, абыройлары көбейе берсін, бала шағалар өсе берсін, бақытты болсын. Бана айтатынымыз сол еліме. Жас балаша